дәмдеуіштеріміз жақсы сіңу үшін кесеміз өйстіп. Куркума себеміз. Қара бұрыш себеміз. Шуа саламыз туралған. Араластырамыз жақсылап. Tuzumuzu себеміз. Tuzumuzu, kurkumamızды, жуамызды араластырып, жақсылап маринаттаймыз енді. Бетін жауып, бетін жауып 15-20 минутқа қоямыз. Күрішімізді саламыз 2 стақан. Әркімнің өзінің отбасына байланысты күріштің мөлшерін салуына болады. Жақсылап жуамыз күрішті. Енді қайнаған суымызды құямыз. Мен 3 стақан су құям. Әйнегі шыны тысқа пісірсеңіздер 3 стақан су құясыздар. Ал антипригарный ыдыстарға пісіретін болсаңыз, кастрюльдерге онда 2 стақан су құюға болады. Және күріштің түріне де байланысты ол. Судың мөлшері. 2 ас қасық шемешкі майымызды құямыз. Бетін жауып, суы таусылғанша отқа қоямыз. Қатырған вишня. 2 стақан қатқан вишня. 2 стақан. 2 ас қасық секер саламыз. Және қоюланғанша қайнатамыз. Майымызды құямыз. Тауығымызды саламыз, қуырамыз екі жағына. Аздап жуасын саламыз, кішкене маринатталған. Өстіп жақсылап екі жағынан қуырамыз. Енді үстіне суы сіңген күрішімізді саламыз. Енді бетін жауып, жақсылап бетін жауып, астын бастырамыз. Жай отта жарты сағат пісіреміз. Мінекей арада жарты сағат уақыт өтті. Сөндірем газымызды. Мінекей болды. Керемет болып пісті. Енді жарты күрішімді вишнямен араластырамын. Күріштің жартысын вишнямен араластырамыз.
Осылай араластырамыз. Күрішімді салам. Тауығымды саламыз. Бетіне күрішімізді саламыз. Шүйек қосылған пловымыз дайын. Дәмі өте керемет. Иранның ұлттық тағамы. Назарларыңызға рахмет. Астарыңыз дәмді болсын.